әділеттің классы жасақтар. Мектептер бәрі новый екен, есіктері деп, ремонттары бәрі новый екен. Привет! Мынау әділеттің классы. Әділеттің кабинеті. Al mına benim klasım. Sizin neşter klasınız. Evet, nasılsa? Osmanlı iskeri bakın. Gramda var. Kay portada otursan? Kay portada otursan? Ben tecrüde. Ya otur, ağdakine otursan ortada. Küçüğde oturasın sonra. Әдемі oturup kullandan. Başların әдем екен, прям яркий, күшті екен. Мына жерде тақталары бар. Бүгінгі чехлын жасайсың, қайдаш? Апайлардың көзіне өзі жасамайды. Еріншеге келсіңдер. Біздің кезімізде сразу жазып қалатындығымыз, еще жарысатындығымыз. Кім бірінші кіреді сабаққа деп сразу келіп, жүгіріп, мен жазам числоны деп жазбады. Олар кезінде жарыспайды екен. Апай өзі келіп жазады. Мына жақта әдемі гүлдері бар екен, суарасыңдар мама гүлдерді. Қазір бізге негізі сабақ өтіп жатқан кезде видео түсіруге болмайды. Мектептің заңы бойынша. Сондықтан сабақ өтпей тұрған кезде естіп видео түсіріп алайық. Ол Настя разбор болып жатыр. Бізге берген ғой? Иә. Бәрінде телефон бар, қараңыз, бәрі бұлар қой. Кел, сыпаға, давай. Формалар әдем екен сызады. Мына жақта концерт болады екен. Актив зал, үлкен бәрі бірге. Ой, әдемі. Аяқта қыздар бәрі. Давай. Давай, пока дендер бәрі. Пока. Әділеттің каналына салам ақыл. Әділет жұман деп іздейсіңдер ютубқа. Сол кезде шығады. Ал, пока оқушылар. Кеттім мен ал мен қашып кетейін, әйтпесе мені жібермей жатыр мына жақта оқушылар. Қазір 1-2 сағатта келеді шығармын. Достар, мен әділетті мектебінен кетіп қалдым, себебі оқушылардың барлығы жүгіріп, мазасыздап кетті. Жаңағыдай ережелерін бұзып жібергендей болдым, сондықтан сразу мектептен шығып кеттім. Бірақ өте қызықты блог шықты деген ойдамын. Обязательно әділеттің каналына лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Және де келесіде әділет қандай видео түсірсін, обязательно комментке ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Пока!